Қимақ қағанаты 9 ғасырдың соңы, 11 ғасырдың басы. Қимақ қағанатының құрылуы 8-9 ғасырлар аралығында солтүстік шығыс Қазақстан аумағында қимақ тайпалар одағы қалыптасты. Қимақтар туралы араб, парсы, түркі және Қытай деректерінде айтылған. Осы деректер негізінде қимақтардың батыс Моңғолия даласында өмір сүргенін білеміз. Қимақтар ол жерден 7 ғасырдың ортасында Алтай таулары мен Ертіс бойына көшті. Тайпаның өз алдына бөлектенуі Батыс түрік қағанатының құлауы барысында 656 жылы іске асты. Қимақтар тайпасының басшысы Шат-түтік лауазымын иеленді. 8-9 ғасырлардағы уақиғалар барысында қимақ тайпалары Ертістен Жоңғар қақпасы аралығындағы аумаққа берік орнықты. Кейін батыста Жайыққа дейін жылжыды. 8 ғасырдың соңында қимақ бірлестігіне көптеген қыпшақ тайпалары енді. Қимақтардың батысқа қоныс аударуы жайылымдар қажеттігі, Енисей қырғыздар мен қақтығыстар ұйғыр қағанатының қысымы ықпал етті. Қимақ қағанатының құрылуы 9 ғасырдың ортасында аяқталды. 840 жылы ұйғыр қағанаты құлағаннан кейін оған енген тайпалардың бір бөлігі қимақтарға қосылды. Қимақ тайпалық одағының басшысы қаған лауазымын иеленді. Қимақтардың мемлекеттік құрылымы. Қимақ қағанатының құрамына бірнеше тайпа енді. Олардың ішіндегі сан жағынан басымы қыпшақтар болды. Мемлекеттің орталығы Ертістің жоғарғы жағында орналасты. Қимақтардың қол астындағы барлық халық иеліктерге бөлінді. Қимақ қағаны нақты билікті иеленді. Ол жер иеліктерін тайпа көсемдеріне әскери қызметте сіңірген еңбегіне қарай үлестірді. Өзі қағанаттың жоғарғы бас қолбасшысы саналды. Иелік билеушілері қаған әскеріне белгіленген мөлшерде жасақ беріп отырды. 9 ғасырда қимақ билеушісінің әскері рулар жасағы ретінде құрылып, салт аттылардан тұрды. Қимақтардың темір сауытты атты әскері көптеген қамал қалалары болды. Алакөл аймағын тұтас қамал қалалар жүйесі қорғады. Деректерде Қимақ еліндегі 11 басқарушылар туралы айтылды. Жергілікті жер билеушілері билікті мұрагерлік жолмен өз балаларына қалдырды. Алайда олардың билігін қаған бекітетін еді. Мұндай билік жүйесі бөлінуге әкелді. Қимақтардың шаруашылығы мен мәдениеті. Араб ғалымы Әл-Идриси 16 қимақ қаласын атайды. Бұл қалалардың басым бөлігі Ертіс және Алакөл аймағында орналасты. Қимақтардың егіс алқаптары, қалалары мен қоныстары туралы айтылды. Қағанның Ертіс бойындағы ордасы Имақия қаласы туралы араб саяхатшылары жазып қалдырған. Қимақтар негізінен көшпелі мал шаруашылығымен айналысты. Қимақтар көне түркі әліпбиін пайдаланды. Ертіс бойы мен Тарбағатай тауларынан 9-10 ғасырлардағы көне түркі жазулары табылған. Қимақтар Тәңірге табынып, ата-баба рухына сыйынды. Қимақтардың сыртқы саясаты. 9 ғасырдың ортасына қарай қимақтар шығыста Алтайдан, батыста Жайыққа дейінгі тайпаларды біріктірді. Қимақтардың Енисей қырғыздарының еліне баса көктеп кіруі туралы деректер тарихтан белгілі. Қимақтар оғыздармен бейбіт қарым-қатынас орнатты. Көрші мемлекеттер қимақтардың жеріне шабуыл жасап отырған. Мәселен, қарахандықтар Қимақ жеріне бірнеше рет әскери жорықтар жасап, Ертіске дейін жетті. 10 ғасырдың басында Қимақ қағанатының шығысында тыныштық орнады. Әскери шабуылдар көбінесе көршілердің тату қарым-қатынасымен алмасты. Бұған Еділ бойынан, Орталық Азиядан Қимақтарға барған көптеген сауда жолдары дәлел бола алады. Мемлекеттің құлауы. Қимақ елі қуатты мемлекет еді. Алайда 10 ғасырдың екінші жартысынан оның құлдырау белгілері байқала бастады. Орталық билік әлсіреп, Қимақ мемлекеті ыдырады. Оның себептері: біріншіден, жеке жер иеліктері, билеушілері дербестікке ұмтылды. Екіншіден, Қыпшақ көсемдері дербес мемлекет үшін
күресті. Мұның бәрі мемлекеттің құлауына жеткізді. 11 ғасырдың басында Қимақ қағанаты өмір сүруін тоқтатты. Оның жер аумағы Қыпшақтарға өтті. Қимақ кезеңі аяқталып, Қыпшақтар тарихы басталды.